Шыққан жоқ. Ана жаққа отыра беріп. Соғы отыра беріп. Ана жақтан бастап отырсын. Нағыз жаткен бастап Жанат Гүлмира отырдыңыз маған. Немнеге қажа берсін айдалаға отырдыңыз. Араз болмаймыз қойшы, иә? Сәулем мына жерге мені әпшеңдерге бір бокал шай әкеліп жаңғақта ескірген болса. Сақтандыру нашар ғой. Жоқ қой. Сегіз деді. Астайда тауланасың. Астық емес. Оралда болдым, 77 жыл Оралдың селхоз институтын бітіргем. Ақтөбеде жолдастар бар, Оралда бір той томалаққа бардық. Біздің оңтүстік халқы қанша дегенмен бұрыннан отырып қалған. Азды көпті әйтеуір Ташкент жақын тірлік бар ғой бұяқта. Қозғалыс бар. Клуб, детсад бәрі қирап кеткен. Жағдайы мықтылар, облыс орталығы өскен, сәл орталар алдым, халықта шейін көтерілмейтін халық сол елді мекен тапты. Я жол жоқ, я су жоқ. Әше бір жарығы бар. Hatta oylar program soğuk. Daha hatta Я он ойга толтырып, мен не хочу. Енелерім. Каспийде еще может сравнить. Toyxonama tegin istedi. Oğam men uyda isteydi.
Sizlerin çarık olun, zamanınız değişik olup Çarşılıklılar ötküzü verirler, aynalayı gönderim sağ olasın. Takdir bakkan zıtta kulayların kavlu. Berrak taşlar, ah sütüne, harman rutine, anasının elinde, Bunların arasında en yaşsız koyan kalbay. Siz emiş mi? Kalbay. Yaş katlarına gibi meymun değilirsiniz mi? Burayı mı? Önce alamayız. Bak ya. Vay be. Çözmeyeyim bu. Aşkına ekme. Diye getirdim abi. Buraya. Adam türküleri çıkabiliriz kazım. Ya benim narmanın nağası ya. Çok çok Apke orun var ya bir orun. Yat kavulmasın. Vermesin. Kavrulmasın. Kişi ne dedi? Савлишка. Keşke bir döndü.
Kızlarga yakınsız. Anne bir yerde basamadım sende. Bir de kumru oturabilir paylaştır. Şarkı yapı. Apacım. Olay götürünüz şunuz. Ağlar bastaydı biz. Varlar nasıl şimdi? Kareyler baksın. Ya bir kahvaltı yemeğler var. Olmayın. Жарылқасынауға бәрімізді үлкен кіші кәрімізді құлшылықпен құрастырып келтіре берсін сәлімізді. Үй іші ауыл аймақ аман болсын. Тыныштық бәрімізге заман болсын. Табиғат таусылмастай ырзық беріп, тартулы дастарханда тағам болсын.
Kabul olsun, ıhlaslarың aman болсын, отбасыларың біздер ел қол жайып бұрынғының батасын. Тәңірім өз жарылқап талаптарыңды оңдасын, тілектеріңді қолдасын. Қара шаңырағыңнан бақ кетпесін, босағынан ырыс кетпесін. Таңдарың таптаза болып ата берсін, жандарың бақтабетке бата берсін. Бүгінгі Ілесқұл апаға арналған жылдық астағы оқылған Құран мен аяттардың сауабы, ішіп жегілген тағамдардың сауабы, осы шаңырақтан Құранда меткен айрақтардың ұрықтарына тие берсін. Қожамқұл келінді Ілесқұл апаның ұрқына тие берсін. Алладан рахмет, пайғамбардан шапағат болып, үйдегі, түздегі, бала-шаға, немере, шөберелі ұрпақтар аман есен болып, дендеріне, саулық өмірлеріне береке берсін. Имандылықтарын артырып, Алла рухани байлықтарын молайта берсін. Ниеттеріңізді Алла қабыл етсін. Аллаху акбар. Ana. Баласымыз ғой десе, мына жігіт мына сүрді түсірегесін. Әйгерім бердеш, есе берген түсірді. Сәулелі ма? Не берді ма? Халима бергеші. Халима бергеші. Ерге сөйлеге сүрсін. Мен сурет көтерім керек. Айгерім мен сурет. Ерекше, Халима ерекше саған. Кімдің? Қайта құдайларға шай өткен кімнің кесесін Зерікпен ұздан демалып. Жұмыс істеген жақсы. Мына жерде бір екен. Түгел аман берсін. Рахмет айналайын. Анам бір әулеттің анасы, менің анам мейірімнің патшасы, менің анам жұмағымның қақпасы, менің анам Kendini sözü okşar, anandayısın oradan. Şuna aynalayın yarattan saklayın, aynalayın bana sanalarım kolumda niyet kılıp, taslakan canlar şuradan bakıyorum, üstün bana sanalarım Sevgilim
Gülbeklerin akanın biri oldu, yengenin görevli oldu. Gülbek'in kızılığından Ömre uzak bu bizi yarıp bu tavsiye yemişti oldu birini yenildi. Çırpına talaldı yendim bir yerden gelmesin. Seneye bak tuğan kuşları, tuğan balları, ağaları, ataları, yenileri, balları, sayıları. İstediğinin yerinde yerden büyük devlet okulda atsa seneye nasıl terkinleri olmalıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yemere sürdüler çocuklar, gönder resmen. Koymayısın mı? Onlarga tiyme, Basta geldi. Allah'ına versin, Allah'ın dastarxanға bereke versin. Bak karasın, kadar darısın, ıntımağata jar olsun, dastarxanın birligin versin, deni sağlığın versin. Bugünkü Ілескен Афаға арналған аста оқылған Құран мен аяттардың сауабы, пішірілген тағамдардың сауабы, осы шаңырақтан Құранда меткен аруақтардың ұрықтарына тие берсін. Ілескен Афаның жатқан жері жарық жаннатта болып, артындағы ұрпақтарына Алла баянды өмір берсін, дендеріне саулық берсін. Иманлығы артып Раббым Алла әр уақытта қолдап жүрсін, ниеттеріңіз Алла қабыл етсін. Аллаху акбар. Ana basında жүретін біреу қойсаңыз. Басты болды, екі бара істемесе де болды. Что на этом общаться? Аса баста баста. Var mı ayakta? Bu da. Var ekan. Bir ekan жақын. İki var ne bileyim. Geceden bir su kozasanız. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب الله تبارك الله سبحانه وتعالى өзіңіз шүкірлер тобалар, мақталар, мадақтар болсын пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам әулеттеріне, сахабаларға салават сәлем болсын. Аллах өзі фазылмен жоғарғы қуатқа хасыл болған сауаптарды берген садақаларын сауаптарын. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ülkümün Müslümanlar ruhuna ve nefsa Muhammed'in de dözmen bazen kızıl eskilafamızdan askı kavlayla rahimde savur azlıklarını hatırlasın. Nada bolsa kengşil jarqı cennetten doğrunun sıdkisini aldın diye şahırın kengşil kesin Allah'ım. Allah'tan nefsi Allah dettir ve kabul etkesin Allah özel katırısı giysin. Elhamdülillah. Elhamdülillah ala kulli hal fa'na fuqaha ve ahval. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك والشكر وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر العظيم وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر Kalkın gitme. Bir rakam Kata. Ya, bakın gitme. La kalima. %5% қамқорлығын алып 12% тәлім тәрбие берген немере шөберелеріне сүйікті әже еңбек тыл ардагері Лескүл апайдың жылдығы астына қош келдіңіздер. Мынау ұл-қыздарына аналарына арнап беріп жатқан жылдығасы ниеті қабыл болсын дейміз. Ал енді құрметті қонақтар, айып болмаса артық көрмесеңіздер, бұл кісімен 15 жыл біз қызметтес болдық. Куә болған, өзіміз көрген жақсы тірліктерін сіздердің қаперіңізге салсам деймін. Лескүл апайдың өмір жолы мен еңбек жолына қысқаша тоқталғым бар. Апайымыз 1927 жылы Қарағашта ауылында дүниеге келіп, сол ауылда бастауыш мектепке барып, 4 класс ол кезде Қарағашта Көкбұлақ қайыр жақтыра 4 жылдық мектеп еді. Сол мектепті аяқтап, әке шешеден ерте айырылып, оқуын жалғастыруға мүмкіндік болмай, 11 жасында жастайынан еңбекке араласты. Сауыншы болып қызмет етті. 1947 жылы осы Балықты елді мекеніне келіп, сол қызметін жалғастырып, өмірлік қосағы Қабылан ағамызбен отбасын құрып, қызметін жалғастырды. 1980 жылдары біз жас мамамыз ол кезде келген кезде осы мынау беттегі табар сүт фермасында апайымыз сауыншы еді. Осы бір осы отбасыдан осы кісінің 5 кісі қызмет етті. Қабылан ағай, Лескүл апай, Сайфулла, Фатима, Мұхамеджан, міне бір отбасыдан сол фермада 145 кісі қызмет етті. Ал енді мына орыстар айтады, театр дейді, начинается с вешалки дейді. Мен өзім куә болған жаста болса,
апайдың бір-екі жақсы тірліктеріне тоқталғым келеді. Сол сауын фермасында 145 кісі қызмет етті. Кәдір ағамыз, Керман Гүлерші, мына көзістері, бауыры, Тұрғынбай ағамыз отыр жерде, Фархат отыр. Сол таңертең 6-та сауын басталатын, Сәстебе жақтан кірсеңіз, мына Көкбұлақтың қырынан балықшы бір түнекте болса, сол ферма бір қалашы еді. 6-дан сауын басталып, 7-сі жарық күндері мотордың несі жас кешуге шейін, баян керекке шейін ешілетін. Ол да бір уақытсында ауылға бір көріп беретін тірлік еді. Мынау 32 сауыншы болды, 4 сауын, 8 сиыр болды аналық. Ешкіл апай 2-ші базда сауын жетін. Сонда жұмыс болғаннан кейін кем кетіп болады. Мынау Қансейіт Ақсақал, өмірден мына ұзақбай кісілер сөйлді проходно істейтін. Кәдір ағамыз ферма меңгеруші, жатқан жер жанатта болсын. Осы жұмыс болған кейін ашу ұздарында тұрса, Ескүл апайдың қарасын көргенде ашуын тиіп, бетіне бір жүзі жылып не қылатын. Сонда Қансейіт кісімен ұзақбай кісі айтушы еді, бастық келатыр. 5% қамқорлығын алып, 12% тәлім тәрбие берген, немере шөберелеріне сүйікті әже, еңбек тыл ардагері Ескүл апайдың жылдығының астына қош келдіңіздер. Мынау ұл-қыздарына, аналарына арнап беріп жатқан жылдығасы ниеті қабыл болсын дейміз. Ал енді құрметті қонақтар, айып болмаса, артық көрмесеңіздер, бұл кісімен 15 жыл біз қызметтес болдық. Куә болған, өзіміз көрген жақсы тірліктерін сіздердің қаперіңізге сәлсем деймін. Ескүл апайдың өмір жолы мен еңбек жолына қысқаша тоқталғым бар. Апайымыз 1927 жылы Қарағашта ауылында дүниеге келіп, сол ауылда бастауыш мектепке барып, 4 класс ол кезде Қарағашта Көкбұлақ қайыр жақтыра 4 жылдық мектеп еді. Сол мектепті аяқтап, әке шешеден ерте айырылып, оқуын жалғастыруға мүмкіндік болмай, 11 жасында жастайынан еңбекке араласты. Сауыншы болып қызмет етті. 1947 жылы осы балықты елді мекеніне келіп, сол қызметін жалғастырып, өмірлік қосаға Қаблан ағамызбен отбасын құрып, қызметін жалғастырды. 1980 жылдары біз жас мамамыз ол кезде келген кезде осы мынау беттегі табар сүт фермасында апайымыз сауыншы еді. Осы отбасыдан осы 5 сөзді кісі қызмет етті. Қаблан ағай, Ескүл апай, Сайфулла, Фатима, Мұхамеджан, міне бір отбасыдан сол фермада 145 кісі қызмет етті. Ал енді мына орыстар айтады, театр дейді, начинается с вешалки дейді. Мен өзім куә болған жаста болса, апайдың бір-екі жақсы тірліктеріне тоқталғым келеді. Сол сауын фермасында 145 кісі қызмет етті. Кәдір ағамыз, Керман Гүлерші, мына көзістері, бауыры, Тұрғынбай ағамыз отыр жерде, Фархат отыр. Сол таңертең 6-та сауын басталатын, Сәстебе жақтан кірсеңіз, мына Көкбұлақтың қырынан балықшы бір түнекте болса, сол ферма бір қалашы еді. 6-дан сауын басталып, 7-сі жарық күндері мотордың несі жас кешуге шейін, баян керекке шейін ешілетін. Ол да бір уақытсында ауылға бір көріп беретін тірлік еді. Мынау 32 сауыншы болды, 4 сауын, 8 сиыр болды аналық. Ескүл апай 2-ші базда сауын жетін. Сонда жұмыс болғаннан кейін кем кетіп болады. Мынау Қансейіт Ақсақал, өмірден мына ұзақбай кісілер сөйлді проходно істейтін. Кәдір ағамыз ферма меңгеруші, жатқан жер жанатта болсын. Осы жұмыс болған кейін ашу ұздарында тұрса,
Ескүл апайдың қарасын көргенде ашуын тиіп, бетіне бір жүзі жылып не қылатын. Сонда Қансейіт кісі мен Ұзбақбай кісі айтушы еді, бастық келе жатыр деп. Сонда қатардағы сауыншы сол проходойда кісілердің де еңбегін бағалап не қылатын. Ал енді Қадекең қанша ашу үстінде тұрса да Ескүл апайды өткізіп жіберіп жұмысына кіргізуші еді. Ал енді сол жаздың күні әйтеуір өнімді мол алу үшін мамыр, маусым, шілде айларында тауға көшетін. Сонда сөзге келмей бір палатты бөлуші едік. Сол палаттыда жексенбі күні таңертең алып келетін сол кісілерді. Жексенбі күні кешкі сауын қайтатын. Бір апта сол жақта жататын 3 ай. Сонда деген уақытпен санаспады. Ал енді қазір ойлау мүмкін, бұл кісінің ұл қыздардың тәрбиесі біліміне болды. Апайымыздың 2 енесі болды, атасы болды. Төл басы Нағидан бастап ұл қыздардың бәрі сол кісілердің тәрбиесінде болды. Құдайға шүкір, ешкімнен кем емес қазір. Еліміздің өсу түкпір-түкпірінде соның ұл қыздары, немерелері қазір қызметке араласып қалды. Қызметтің арқасында, маңдай тердің арқасында міне жерде енді Сайфулла бүгін қара костюм мінді, апайдың көк костюм болатын. Енді оны кез келген кісі көтеру мүмкін емес. Былай санауға да елуден адам жаңылысатын. Маңдай тердің еңбектің арқасында апайдың камзолдың 2 беті де марапатқа, медальға толы болатын. Енді құрмет қанша дегенмен еңбектің арқасында келеді. Қаладан осы сыра заводынан барды таситын, сүтті көп алу үшін. Сиыр байланады, алты дойып басталу керек. Сонда қыздар Ескүл апай бастамай, шайсы жағы шаңнан неғмайтын. Апай бастасын, апайдан кейін деп. Міне, апайға деген құрмет, не жаңағы еңбектің арқасы ғой. Бүгін құрметті қонақтар, мына ауылдың имамдары отыр. Айып көрмеңіздер. Қой емес, дегенмен де апайдың жылдығасында, апайдың көзін көрген, қызметтес болған, мына ұрпақтары тұр, құда жекжаттары отыр. Сол кісілердің қысқа бір лебіздерін тыңдасақ артық болмас деп ойлаймын. Осы дастархан басында әрі келіні, әрі абысыны, тәлім тербесін алған Шәркүл апай отыр. Бексейіт баласы отыр. Ал Шәркүл апай, апайдың алдын кеспедіңіз, тәрбиесін алдыңыз, тәліметін алдыңыз, бірге қызмет жасадыңыз. Әулетте абысым болдыңыздар. Апай туралы бір жақсы лебізіңізді бүгінгі дастарханда айтсаңыз, қазір Шәркүл апай. Мен бұл кісін жеші деушем. Мен жешем емес, шешемдей болды. Жешем. Қандай ақылманан, қандай ымбаманан бізден бірдеңе болса, ана деп қойса, сол кісінің айтқанымен жүріп, сол кісін қандай қатты сыйлап жүрдік. Өте жақсы кісі еді, ақылды, мейірімді, сөзіменен бізді жұмсап, сөзімен ымбалап көрсетіп отыратын. Ондай кісі кемдей кем. О дүниесін бердің жешем бағыстың. Арты жақсы болып, бала шағасы артында өсіп, өніп өсін. Мұны істеп атқан нелері қабыл болсын, дендері сау болып, аман болсын. Жатқан жері жайлы болсын, жешем бағыстың. О дүниесін берсін. Жешем емес, мен шешемдей болды бұл кісі. Алтын кісі еді. Ақылы қандай жақсы еді, қандай немен ымбалап, сөйлеп, ымбалап көрсететін. Бұндай ақылды, жақсы кісі кемдей кем. О дүниесін берсін, жешем бағыстың. Жатқан жері жайлы болсын, арты жақсы болсын. Қабыл болсын, істеген нәрселер. Рахмет, Шәркүл апай. Мынау біз осы қызметке келген кезде Шәркүл апайлар 40 жаста еді. Міне, апай уақытты тоқтата болмайды, уақыт тек алға жүреді. Құда қаласа 83-тің 84-ке өтті. Міне өмір жарты ғасыр өтіп кетті. Ал
құрметті қонақтар, мынау жаңа айттым ғой, 11 жасында қызметке араласып, бұл кісі 95 жылға шейін қызмет жасады, құрметті қонақтар. 68 жасында зейнеткерлік жасқа шықты. Ал енді екінің бірінің болмайтын тірлік. Мен қазір өзім осы микрофонды алғаннан бір ой келді ойыма. 68 жыл жасында 57 жыл қызмет жасады. Әр сауыншыға 25 сиырдан бекітетін. Жоспары бар. Бұл кісі 3 жылдан кейін жоспар қабылдаған емес міндеттеме. 3 жарымда алды, 3-8-де. 3 жылдан дегенде қарап тұрсам, сол еңбек несінде 4.275 мың нағима сүт сауыпты. Біздің Қазақстанда 20 миллион халық бар. Сол әр халықтың бесіктегі баладан екіге қарға шейін 200 миллилитр сатқан тұтынғанда сүт өнімін. Апайдың еңбек несінде бүкіл Қазақстанның халқын апай бір күндік несін еңбекпен қамтамасыз етті. Қарап тұрсақ, міне простой не деді математика. Мен қазір өзім ойлап тұрсам, 57 жыл қызмет, 75 тоннадан не қылса, ал енді осы соңғы кездерде мына егемендікті алып колхоз тарағаннан кейін мынау газеттеріне азаттылыққа осы 1 тонна сүт өңдегенде газетке шыққан 1 тонна сүттің заводы ашылды деп. Ал енді кезінде біз білеміз, сол завод жаз айларында 150-160 тонна сүт өңдейтін. Ал енді құрметті қонақтар, әрі бауыры, әрі інісі, әрі қызметтес болған осында Тұрғанбай ағамыз отыр. Тұрғанбай ағамыздан бір лебіз болса, кән Пүрөке, апай бауырыңыз бірге қызмет жасадыңыз. Сіздің де айтарыңыз барды. Кән Пүрөке. Оды сөйлеуіз. Алайын құрметті бүгінгі ешкіліктіміздің алған ағайындары, бауырластары, барлық осы жақсы көретін кісілер жиналып отырмыз. Дастархан басына жаңа Балтабек бірталай жақсы әңгімелердің бәрін айтты. Әкпем еңбек адам еді, кішіпейіл, қарапайым, үлкенді кішіні кішідей сыйлайтын кішінің біреуі. Әкпем енді Алланың берген жасын жасап, жақсы балалар, қыздар тәрбиелеп, елдің азаматтары етті. Әкпем жатқан жер жаннаты болсын, топырағы торқа болсын, артында қалған ұрпақтары аман болсын. Әкпемін айта берсек, әңгімесі көп, әрі азық ол кісінің әңгімесі бізге. Мен өз басым ол кісіден көп тәрбие алдым, өнік алдым. Ол кісінің бір жаңа айтып кеттім, қайталамаймыз. Жақсыз деген сөзінен басқа сөз есткен емеспін. Осы қандай бір қиындықтар болды. Өз басыма талай нәрселер түсті, жағдайлар болды. Сонда да ол кісі бір жаман сөз айтып, ақылын беріп, айналайына аман бол деп жүретін. Сол кісінің сөзді көп әсер етті өз басыма. Мына балдарына рахмет, бүгін әкпемнің осындай жылдығасын атап, елді шақырып, батасын алып атқан. Батасы қабыл болсын, балдар азамат болсын, қыздар, немерелері, шөберелері алғай жалғаса берсін. Барлығыңызға осындай аманшылықта денсаулық тілеп, әке-шешелеріңізді сондай құрметтеп жүруіне мен тілектеспін. Түрәке, рахмет. Аман болыңыз, сау болыңыз. Апайдың көзін көрдіңіз. Рахмет. Құрметті қонақтар, мынау өмірге келген барлық пенденің мәңгілі мекені бақи дүние. Түсінеміз, білеміз, көріп жүрміз. Дегенмен де бауырдың, ата-ананың жанымызда ұзақ жүргенін қалаймыз. Адам баласының мүмкіншілігі, қабілеті көп, бірағын әттеген-ай табиғаттың заңын өзгерте алмаймыз. Мойындаудан басқа амал жоқ. Ол
ерте ма кеш па ғасыр өмір сүрді. Мен енді мынау ғалымдар айтады ғой, адам ұзақ жасау үшін ол кісінің өмірге келген жері, тұтынған тамақ әсері. Көп артым айтып кеңес берген апама сансыз рахметімді айтамын. Қай жерде жүрсе де ертіп жүруші, ақылын айтушы. Енді бүгінде ешкімге қарамайды. Ол кезде жаңағы жалғыздықты мен көрдім. Бірақ осы кісілердің атамның арқасында ешқандай қиыншылық көрмедім. Мен балаларым, жалғыз балам 14 жасында қалды. Сол 14 жасында қалған баламды ер жеткізіп, Қарағанды медиен үстінде 9 жыл өттім. 9 жыл. 7 жыл оқуын бітіріп, тағы 2 жыл магистратураны бітіріп, сол жерде алып қалдым. Соған Қарағандыға жүрек бардым. Жоқ, жалғыз балам, мен жалғыз қалдым. Бұл қалаға қалдырмаймын, алып қайтырмын деп, жаңағы сол кісілердің жаңағы енді сөзін тыңдаған шығар, Корея деп алып қайтқан. Міне ол баланың өзі де қазір 50-ден асты. Жалғыз балам келдім, жаңағы бақытты отбасы, 6 баланың егері. Осы апамның арқасында өмір өзің ғой, қалай қиындықтың бәрі өтіп, жаңа қалай, жаңа дәстүр болып жатыр ғой. Ал ол кезде біз көп түсіне бермейтінбіз. Мінекей, апамның аты той болсын, жатқан жері жәннат болсын, қабірі жылы болсын. Мына ниеттеп келген адамдардың ниеті қабыл болсын. Балалары тек жақсылық пен қуаныштан өмір сүріп, осы де біз тек жақсылықпен тойға келейік. Бәріңізге де рахметімді айтамын. Осындай жақсылыққа келе берейік. Рахмет, Нұржамал апай. Бұл Нұржамал апай Ескіл апайдың ырымалды құдағиы, біздің Естайынымыздың енесі, Шәміле келіміздің анасы ардагер ұстаз. Апай, аман болыңыз. Мынау дастархан басында құдалар отыр екен. Ал, үмбет құдаға сөз кезегін ұсынсам деп тұрмын. Қан үмбет құда. Құрметті жамағат, мен атым үмбет, Тұрсынай деген үрігі келін, елдеріміздің келіні, соны мен туған жездесі боламын. Жанында отырған, жаңағы бәбішен деп айтады ғой қазақта. Сол туған әпкесі Алтынай. Ал енді Еспек Құдайға айтатын әңгіме көп, оның көбісі жаңа өмір дерегінде айтып кеттім, таныстырып кеттім. Егізі ол кісі енді мынау еңбектің арқасында бұл елге елеулі белгілі болған жан. Еңбекқор, кішіпейіл жаңа айтып кеткен мынау қариялар айтып отыр. Ауыл аймақтың бәрінен қамқоршы ретінде жүретін кісі айтқанда. Ал енді айналайын мынау жылдық асты бәрі болсын. Жаңа оқылған Құран-Кәрім сүресінің сауабын, ішкен жеген дәмнің сауабын, жалпы осы аймақтағы, осы отбасындағы марқұм болған кісілердің рухына тиісті бола берсін. Ескілгүлдің рухына тие берсін. Мынау жатқан жері жайлы, топырағы торқа, Алла ой дерсін беріп, Алла бұл отбасына жақсылыққа, қуанышқа, алдастырған келуді нәсіп етсін. Аумин. Маған әпермейміз. Рахмет, үмбет құда. Мынау атам қазақ айтады ғой. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық дейді, құда қаласа.
денсаулықтың арқасында келер алдағы уақыттарда осы әулеттің қуанышын, жақсылығын бөлуге нәсіп етсін. Құрметті қонақтар, мынау адамның өмірден өткен еш нәрсе емес дейді дана халқымыз. Артында қалпан ұрпағын айт дейді. Құда қаласа жаңа айттым ғой, өмірге 3 жыл 4 қыз әкеп, одан басқа тағы да Рақасы бар, Мұханы бар, Құралайы бар, Әлимасы бар. 12 перзентті қамқорлап, ұлды ұяға қылдық, қызды қия қондырған асыл ана еді. Ал енді құрметті қонақтар, байқап отырмын, бәріңізді апай туралы жақсы тілек, ниет атқыларыңыз бар. Уақыт шектеулі дегенмен де осы дастархан басында апай еңбектің арқасында аудандық халық қалаулыларының жергілікті балық округінің көп жыл депутаты болған бұл кісі. Ал енді сол кезде Қалекең сол кісімен бірге ауылдық советтің депутаты болған. Қалекең ағамыз отыр, мынау Қызыларықтан арнайы келіп, жылдық асына тізіп осында Пірім ағамыз отыр. Екі ағамызға бір қысқа тілек берім бар. Қалеке. Құрметті құда жекжат, ағайын тума туысқан, сіздердің алдарыңызда мына біздің балта дегеніміз барлығын таныстырып етті. Мен осы елде, қазақ айтады, алтынды шыққан жерден қазып, осы елде 45 жыл дәрігер болып істедім. Кішкентайы да, ортаншысы да, үлкені де болдым. Мына Ілескүл апайдың бір медицинаға тигізген үлкен пайдасын айтайын деп отырмын. Бізде осында Ибадат апаның Мұхтар деген баласы тұрады. Балықта бүгін бар ма жоқ па білмедім. Сол жігіт жиі ауырады. 2007 жылы мен 2004 жылы пенсияға шығып кеткем. Сол ауырып жүрген бір күні машинасымен келді. Көке, мына больницадағы барлық алсаймысы аппараттың барлығын ауданға тасып атыр. Мына ел қайтып күн көреді. Соған өзіңіз бас болып, біраз ұйымдастырайық дегеннен кейін ар ойланып, бер ойланып, соған 3 экземплярда арыз жазып, екеуміз ақылдасып отырып. Больницаға барып қарасақ, 14 кабинет бос тұр. Больница жоқ. Дәрігерлер жаңадан жинала бастаған 3-4 дәрігер бар. Содан Ұрғылақтан Қошқар деген ағайды алдық. Абайдан Қыдырау деген ата бар. Қазір ауданда оқу бөлімінің бастығының атасы. Дарханның атасы. Балықшыдан, Аройдан, Беройдан Ілескүл апайды алдық. Мына Көкбұлақ байыстан Землекті алдық. Сөйтіп бұл жерде 5 ауыл бар ғой. 5 ауылдан қария-қариялар жинап, 9 адам жиналып, жаңағы қойдыр. Сонда алған заттар біздің лабораторияға, адай жасайтын лабораторияға барлық аппарат істелеу. Нұрмахан деген жігіт тасаға кетіп қапты. Олардың басқа деген. Содан больницада көтерілісі сынып арналған койкаларды өзіміз жетті соның әдеткен аппараттардың бәрін еден өткізіп, компьютерден өткізіп. 9 адам машина жардық. Мұрат олды ады жоқ, бәрі болмайды. Асқан қазақ бет өңірді өңірді ұшына. Оғысында оған бар. Сондықтан оғы сұраққа бар. Оғы сұраққа барында әдесі тағылмане ең бірінші соңғы Ілескүл апай бастады. Қарақтарының балықшы деген соң ауыл. Оның қалуы 5 ауыл бар. Істердегі ауыл осы елді тұрады. Барлығы сығамақ бар. Барлығы ақпаратқа кетіп абай нашқара деп абай сөйлегенде
бірде атпан, бірде арбаман, бірде жаяу халықтың денсаулығына араша түссін. 100 жасаңыз Қалеке. Рахмет. Ал енді мынау сонау Қызыларықтан апайдың жылдық асына Пірім ағамыз келіп отыр екен. Пірім аға, өзіңізге сөз көзіңі. Құрметті айналайын жиынға қатысушылар, бір қазағымызда алтын сөз бар ғой, жақсының жақсылығын айт, иман тассын дейді. Сол бүгін соның куәсі болып отырмын. Сөйлеген кісілердің барлығы ол кісіге бір сөз қосып атқан жоқ, істеген тірлігін айтып жатыр. Ол кісінің түскен жері енді бір осы сиқым, көктанды жаңа сүйіндік сиқым дейміз бе, осы атамыздың, сиқым атамыздың үлкен әулетіне келіп келін болған. Сонда сол кісі келген кезде атамдар бар, Тәлімкүл апам бар, Әшікүл апам бар. Енді осыларға істеген қызметі, мен жұмыс істеп жүрмін ау, мен ерте тұрам, кеш келем демейді. Сонда сол кісілердің кеуінен шықты, қызметін жасады, патасын алды. Жүзге кел, қарағым, өсібін, көгір, балашаған қызығын көр деген алғысталды. Былтырғы жылы турасындай уақытта мен келіп көрейінші деп келдім. Келіпім бір жерден құлап, аяғын ауыртып алған екен. Шымкентке барып салдып келген екен, соны сәл ауырсынып жатыр екен. Есін жинап алғаннан кейін біздің ағаларымыздың, аталарымыздың уағындағы келгенін, олар біздің көлігіміз көбінше атпен түйе болған. Түйемен осы Балқышқа шейін келгенін, сол кісілердің жақсы сөздерін, сол кісілердің берген патасын айтып отырды. Сонда ешқандай сөзден айырған жоқ. Сол енді жаңағы жақсы қасиет ғой. Бір жанып тұрған шырақ еді, жатқан жері жәннаты болсын. Мынау айналайын, балдарына рахмет, қыздарына рахмет. Сендерді қайтып жүріп бақты. Бағана мынау кім Балтабек айтқандай, анау ауыл қырға атпен адам жорға шығатын қажуатын өгізді. Сонда сол Қабылан көкемнің атының артынан жүріп отырып барып жұмыс істеді. Денсаулығына қарамады, мен мұндаймын демеді. Күннің ыстығымен, суығымен санаспады. Алла Тағала сол пейіліне берген шығар, пейілі жаман болмады. Перзентті болды, дәулетті болды, өсіп-өнді. Енді менің сіздерге айтайын дегенім, сол жеңгеміздің жатқан жері жайлы болсын. Өмір жасы балдарына жасамаған жасын берсін. Сол кісінің басындағы бақты осыларға берсін. Мынау үйлері Алла Тағала сол бақ кетпесін шаңырақтарынан. Барлығыңызға да келіп, мынау тілек тілегендеріңізге де тілекке қабылшы болып, қол жайып патағандарыңызға да Алланың нұры жаусын. Рахмет. Рахмет Пірім аға. Мынау ақын Қадыр Мырзалының сөзі бар. Өтірік қостым азырақ, жеткізуші шындықты дейді. Бәрі де шын, ешқандай өтірігі жоқ. Рахмет міне. Мынау ұрпақтарын айтқым бар, мына Нағима жігіттерге. Бәріміздің де ата-анамыз өмірден өскен, іштей тіледік. Жаныңыз жанатта болсын деп. Мен айтқан жоқпын, дана халқымыз айтып кеткен. Мұхаммед Байқайындың бар. 7 мүшел жасаған пенде дейді, оның орны пейіш дейді. Бұл кісі, ол 7 мүшелдегі 85 жас. Бұл кісі 8 мүшел жасады. Ал енді бұл кісінің нұры мұхит айналайын, Сайполла Естай пейіште нұры шалқып атыр. Мен қазір көріп тұрып осында қызмет еткен ұрпақтарын көріп отырмын. Осы кезінде біздің мына Нағим әпкеміз, Алуаш апай, Қалифа апайлар қандай қызмет етті. Жандары жанат болсын, апаймен бірге тай қолындай тебісіп, еңбектері көз алдымызда. Жасыратын жоқ, шынын айту керек, сол ферма халыққа да еңбек берді, азды көпті малын да асырады, 1 литр, жарты литр сүтімен бала шағасында да осындысы еңбек еткен кісілер. Себебі Медет ағамыз бар, Күмісбек ағамыз бар, охран етін, келеді, кімнің не алып атқанын көріп отыр, біліп отыр, бірағым сол көздің қалтасын жыртып, дорбасын түсін жоқ. Олар да айтып, рызбашылықпен
өмірден озды, жатқан жері жаннатта болсын. Мынау Мұхаммед пайғамбар айтады, адам өмірден озғаннан кейін адамның амалдары тоқтайды дейді. Бірағым 3 амал: жария садақа, пайдалы ғылым, артында қалған ізгі ұрпақтарының сауаптары үнемі артынан жетіп тұрады дейді. Ал енді Құран оқытып жатыр, осы жерде, осы шаңырақта 7 күндік асы берілді, 40 күндік асы берілді, арасында бейсенбілік шайы беріліп тұрды. Апайды не қылды, өмірден жаңа ұмыт болды деген ол енді жаңсақ пікір. Мынау адам баласын өмірден озған кезде өлді дейміз, ол қате сөз. Мәңгілік мекеніне аттанды дейді. Сондай қалақта ұғым бар. Ал енді өмірден озғанның пенденің біз денесін жер қойнына береміз де, ол кісінің рухы еш уақытта жойылмайды, өлмейді. Себебі отбасы, әулеті, ұрпағы жасайды. Ал енді қарап тұрсақ, ол тарих шежіре, тарих ол рух. Сол үшін Лескүл апамыздың рухы біздің ортамызда, ұрпақтарының несінде, көңілінде. Осыдан 2 жыл бұрын түркөл ғалым жерлесіміз Абай ауылының тумасы Дархан Қыдыралы қазақ әдебиетінде үлкен бір анасы өмірден өзгенде мақала берді. Сонда сол кісі айтты, аналардың қабырын мазардан емес, перзенттердің жүрегінде жерленеді деді. Соғысып, міне Төлбасы Нағим отыр, Қалима отыр, Гүлнар отыр, Пәти, міне қыздар, жігіттер айналайын. Лескүл апай мазарда емес, сіздердің жүректеріңізде, немере шөберелердің жүрегінде. Сол үшін мәңгі жасайды деп ойлаймын. Ал енді осында тағы да бір құдағи тілек білдіремін деп отыр екен. Сіз бе? Ал құдағи. Құрметті бүгін осы Лескүл апаның жылына жиналған жамағат, мен құдағи болғалы бері 13 жылдың ішінде Лескүл апаның тек қана жақсылығын айтуға тор, ауызда отырып айтуға тор не болады. Қашан келсең есігі ашық, күліп, жайраңдап жас баладай алдыңнан жүгіріп шығып, сен үлкенсің бе, кішісің бе демей төрге қарай сүйреген, бас сүйреп отырғызып, жағдайыңды сұрайтын бір жақсы апамыз еді. Енді міне бұл дүниеден өткеніне 1 жыл болып, міне өтіп, балалар жиналып, міне асын беріп жатқан екен. Ас қабыл болсын. Адам, егер өлген адам, потом өзі балалардың есіне қалған кеткенше тірі болады дейді, егер ұмытпаса. Сондай осындай ұмытпай жылда несін жүре берсін, аман болсын. Ортасында артында қалған бала шағалар апаның жасамаған жасын жасай берсін. Бәріктеріңіз осындай Құран оқып, әмин етіп жүре беріңіздер. Аманшылық болсын, сіздерге құт береке берсін. Өмірі болды, тілектесеңіздер. Осында Гүлдан деген апай отыр екен, қан апай. Нағашы, болды, түсіндім. Барлықтарыңызға рахмет. Мына жерде жеңгенің барлық жақсылықтарын айтып жатыр. Естіп отырмыз, қабыл болсын. Мінекей балалары, қыздары, ағайын туысқандарын ешқайсы құда жекжаттар барлықтары да келіп отыр. Бәрі де сол жеңгемді сыйлағанның арқасы ғой. Бикеш деп апта сайын болмаса да неден бидіктен көрсетіп Сейфулла дегенің бәрін не істеп не қойып жатыр жеңгені көрсетіп тұрушы еді. Бикеш деп қойды, мен айтамын, жеңше, мен де бикеш дейтін адам азайып баратыр ғой. Мен Тәлімкүл әпкемнің сіңлісімін. Айшыркүл апа мен Тәлімкүл әпкемнің жешенің осылай көтерілуіне, осылай еңбек етуіне, ол кісілер болмаса балдарын кім қарар еді. Сол кісілердің арқасы, көкемнің жайлылығы, көкем деген ертіп барады, ертіп келеді, қасында өз жолдасын, жарын қыз сияқты күтті. Жемшем дегенің отырып алғанда, әңгімелерін айтқанда естіп астыр ғой, оны қайталаудан қажет жоқ. Мерде барлығы жақсы айтты. Мына ағайын туған, жекжат жүрер, ешқайсысы барлықтарының көңілінде мәңгі қалады деп сенемін.
барлықтарыңызға Алла риза болсын. Сондай жасты жасай беріңіздер, еңбектеріңіз жана берсін. Ұл қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріңіздер. Тойда кездесейік. Осы үйдегі келін бар, жас келін бар, үлкен келін бар, қыздар бар, немерелер бар, шөберелер. Бәріне мың алғысымды айтамын. Менің енді әпкемнен тараған ұрпақтар ғой бәрі де. Сондай көңілім кей кезде босап кетеді, бірақ ырзамын. Сейфулланың мынандай жасап жатқан, ана тойда болсақ, неде болсақ, сәлем қалаймен кетіп қалатын ек. Мына жерде Құранды сіздердің барлықтарыңыз жинап, осылай ас беріп жатқанына, енді тойда кездесейік, кешіріңіздер, көп сөйлеп қойсам. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Sümme emme ba'de. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah, hürmetli cemaat, осы жиынымызды, осы отырысымызды Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтып кеткендей хайырлы бір отырыстардан, жиындардан қылған болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер де бір жерде бір қауым жиналатын болса, ол жерде Аллаға мадат, пайғамбарға салауат айтылмайтын болса, ол жиыннан ешқандай да бір хайыры жоқ дейді. Сол себептен иншалла біздер шамамыз келгенше сіздерге хадистен және де Құраннан шамамыз келгенше сіздерге жеткіземіз иншалла. Міне апамыздың жылдық асында отырмыз, альхамдулилля. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жаңа ағамыз айтты, кісі қайтқаннан кейін оның артынан барып тұратын дүниесі жоқ. Ол кісі қайтқаннан кейін артынан баратын үш нәрсесі дейді. Ve onun бірі осы солих ұрпақ. Яғни солих ұрпақ деген нәрсемізде ол артынан Құран бағыштатып отыратын, емесем Құран бағыштап отыратын, емесем әрбір намазында Аллахым менің анамның, менің әкемнің кінәләрін кешір деп дұға жасап отыратын ұрпақ дейді. Қазақ атамызда да бар. Қазақ атамыз Алла разы болсын бір сөзді айтты, астына үлкен мағананы жасырып кетті. Біздер білеміз, бір аунап тұрған шығар деген сөзді ғана білеміз. Бірақ оның астына үлкен мағана жатыр. Бір нелерде келеді, рауаяттарда. Осы бір аунап тұрған шығар деген сөз қайдан шықты деген кезде. Кісі қайтқаннан кейін, артынан жаңағы айтқанда солих ұрпақ деген Құран бағыштатады екен. Сол Құран бағыштап отырған кезде атын атап. Ол қайтқан кісілерге сондай бір жеңіл күн болады екен сол күні. Сол кезде сұралады екен, бүгін Алланың қандай да бір жеңіл күні, қандай нәметті күні болып жатыр. Біздерге басқа күндерден қарағанда бүгін жеңіл деген. Сол кезде айтылады екен ол кісілерге. Бүгін сенің артынан қалған ұрпағың, сенің атыңды атап, Құран бағыштап жатыр дейді екен. Міне осыдан шыққан деп бір риуаяттарда айтады. Бәріміз қайтқан кісінің артынан бір жақсылық істейтін болсақ, Құран бағыштататын болсақ, жыл асын берсек, жетісін берсек те бір аунап тұрған шығар деген сөзбен қаламыз біз. Міне қазақ атамыздың бір аунап тұрған шығар деген сөзі осыдан қалған дейді құрметті жұрт. Аллах Тағала естіп білгендерімізге амал етуді нәсіп еткен болса, құрметті жамағаты, біз де сіздердің уақыттарыңызды алмайық иншалла. Уақытымыз шектеулі дегендей. Алла ниеттеріңізді қабыл еткен болсын. Алла разы болсын. Рахмет Молдеке. Иманды болыңыздар. Құрметті қонақтар. Мынау жаңа Молдекен де айтты, мен де айтып отырмын. Уақыт шектеулі, екі болып қапты. Мынау қазақта жақсы сөз бар. Тектілік деген. Тектілік тұқым қуат. Тектілен тек туат дейді. Ешқандай қауіп жоқ. Бұл әулетте Қаблан ағамыздың, Лескүл апайдың әулетіне нағима тыныш. Әлі де үміт бар.
сенім бар, текті ұрпақтар келіп, атасының, апасын жолын қуып, еліне, халқына келетін ұрпақтар келеді деген мен сенім мен үмітім бар. Мынау Сайфолла, Естай, мұхит айналайын. Мынау Құнанбай қажы дүниеден өткенде Байкөкше шешен айтқан екен. Құнан кетті алдынан жарылқасын, артында ат басындай алтын қалды деп. Сол кезде көзге түскен, елдің алдына шыққан Абайды меңзеген екен. Абай жалғыз болмаған. Дегенмен де Байкөкше шешенің сөзімен не қылсақ, айналайын Сайфолла, үлкен шаңырақты отсын. Мынау Құда қаласа, мынау көптің тілегі көл болып, мынау бүгінгі тілек айтпаған кісілер Құда қаласа, ұл қыздардың немерелерінің тойында тілек айтады деген ойым бар. Мынау Абай ақын дүниеден озғанда бауыры Шәкәрім қажы айтқан екен. Ең жақының қара жер деп. Сонда бұны не қылсақ, жаның жанатта болсын деген сөз ғой енді. Абайдың жаны жанатта болсын. Бүгін мен бүгінгі жылдығасын қорытындай келе, осы дастархан жайған, Тілепхан, қыздар сабыр етіңіздер. Осында Абайдың ұл қыздарын, 12 өмірге әкелген 7 ұрпағын, Раха бар, Мұхаммеджан бар, Құралай бар, Әлима бар, бәрін де ортаға шақырып, сол кісілердің қысқа нұсқа бір тілегінен кейін Құранға не берсек, кезек берсек, айып етпеңіздер. Кешірім өткен тағы да. Нағи! Құрметті бүгін жиналған жамағат, қауым, ағайын, туған, құда, жекжат, бауыр, көршілерімізді ағайынды болып кеткен ғой. Мына бүгінгі біздің анамызға жасап жатқан дұғамызда сіздерде қатысып отырғандарыңызға қатты қуаныштымын. Өте ризамын бәріңізге. Не дейміз? Мен анамыз деп жатырмын ғой, көпше тілде айтып жатырмын. Мен анам деп айтқан жоқ едім осы уақытқа дейін. Күлдан әпкем айтып кетті. Бізді әжелеріміз асырап бақты. Анамыз таза жүрегі коммунист еді. О кезде коммунист деген атақ кез келгенге беріле бермейтін. Өйткені отанына, еліне шын берілген адам деп. Міне сол анамыз осы бенде жазбада көрген шығарсыздар, Қазақстаным деп кетті. Қазақстаным өнсін, өнсін деп кетті. Қазақстанның өсуіне үлес қосыңдар деп батасының бәрінде ол жерде әртүрлі жанрдағы баталар бар. Сол әрине кішкене күн көзі көйлегелеп тұр. Бұны интернетке саламыз. Сонда қызығып қарайым десеңіздер жібереміз. Ал енді мен ана деген жоқпын ғой. Сол жаңағы Күлдан әпкемнің әпкесі Тәлімкүлдің мен таза қызы болдым. Нағашым Темір болды. Сонда жаңағы әпкемнің өзі былтыр анамның көзінше ана деп айт, бетім сүй деді. Бүгін кеше айттым ғой, сүйдім ау, бірақ өтірік сүйдім дедім. Өйткені менің жүрегімде өзімнің әжем қалған еді. Бірақ әрине анамның орны бөлек. Біз келгенде анам үйде болмаса бос сияқты көрінетін. Әрине мен енді сол жаңағы Күлдан әпкемнен рұқсат алдым. Өйткені ол мен өткенде құттықтардың тойына бардым да, құттықтар менің таза туған нағашым деп келдім. Дұрыс па, халық? Анам құттық қой, сондықтан құттықты мойындадым. Әпкем өкпелемейді, әпкемнің өзі маған сөйтіп айтқан. Алик өкпелемейсің, Камила өкпелемейсің, Мұхтыбек көкем балалар өкпелемейсіңдер. Ал енді мен сол әпкемнің алдында мынандай, шынында да анамды мойындағанымды мынандай өлең шумағымен айтқым келеді. Менің анам бір әулеттің анасы. Менің анам мейірімнің патшасы. Менің анам жұмағымның қақпасы. Менің анам өмірімнің бақшасы. Мен анамдай адам болсам, арман жоқ. Өйткені ол салып кетті сара жол. Ана разы, Аллах разы деген бар. Разы болса шүкір ем бақ осы деп, мына анамды, мына
көпшіліктің алдында мойындадым әрине. Міне анамның жатқан жері жайлы болсын. Кеткенінше мына видеода көрдіңіздер ғой, әрине ұзақ мен мына Сәпік бауырым мен келіндеріме ризамын, өйткені жамбасы сынып жатқан жерінде аяғынан тік тұрғызды. Оны тағы да бір видео бар, жаңағыдай ходунокпен жүргенде, міне соны тұрғызды. Кесемен аузына саумалын құйды, қымызын құйды. Міне ерекше, бұл жерде тамақ емес, ерекше көңіл еді анамды ұзақ жасатқан. Міне сол осы шаңыраққа мен ризалығымды білдірем, келіндерім, бауырым. Бірақ енді менің бір таңғалатыным, сол ана көкем қайтыс болғанда тура кіші баламның қолында қайтыс болды. Енді осы анам қанша осы шаңырақта қанша баптап күтіп ұстағанмен тура сол кіші баламның қолында Алла тағаланың бұл құдіреті шығар деп ойлаймын. Мынау сенде кенже балаң ғой деп айтқандай, тек қана осы үйде ғана емес. Міне сол келіндеріме, бауырларыма, ағайын туғанға жешемді қолдап, келіп, көңілін сұрап, әдемі сөздер айтып кеткен ағайын туған құда жекжат бәріңізге ризамын. Анамның жасын берсін сіздерге, анамның жолын берсін. Анам бір әулеттің анасы дейміз, негізі Тұрғанбай көкем мен екеуінің бейне жазбада әңгімелесіп отырған жері бар. Сонда Тұрғанбай көкеме шыққан кітап бар. Көке, қайықтасыз? Тұрғанбай көке. Міне сол кітапта анамды абзал ана, ғасыр ана деп атаған жерлері бар. Міне Тұрғанбай көкем бағана өзінің тілегін айтты. Міне сол сөзді мен видеода келтіргенем. Міне сол Тұрғанбай көкемнің айтып кеткен ғасыр анасын бізде ғасыр ана деп атадық. Одан соң қалқай көке, қайықтасыз? Мен сізді көріп тұрмын әрине. Иә, бұны баба дейтін. Неге баба? Қожамқұлдың әкесі қалқай болған. Сол менің атамның аттас деп, сол жаңағы көке сізді баба дейтін, білесіз ба? Иә, баба дейтін. Міне осы кісілер әңгімесін жақсы айтып кетті. Әрине кішкене болса да әрқайсыңызда сондай тілек бар шығар деп ойлаймын. Айып етпейсіздер. Уақытта біраз жерге таяп қалды, тамада маған болып жатқан шығар. Міне Үмбет ағам отыр. Үмбет ағам құдада емес, біздің туған бауырымыздай алтынап көкем. Үмбет аға, жаным, сіз де мың жасаңыз. Сөзі де қандай әдемі Үмбет ағамның. Міне ол құдалықтан да көріп бізге өте мүмкін құданы құдайында сыйлайтын шығар, соның кейін шығар сіз сыйлап тұрғанымыз. Міне осындай сөздерден кейін әрине бәріміз толқыдық. Кеше осы жерде бір келін айтты. Әшіркүл апамның төркіндерінің келін екен. Сол айтты ғой, неге жылайсыз деді. Анаңыздікі той ғой деді. Расында да той дейміз ғой, бірақ ананың аты ана жалғыз. Бірақ соның аялы алақанымен жүрегіндегі мейірімін біз енді одан ешкімді көре алмаймыз. Бірақ біз сол аялы алақанымызбен жүрегімізді біз өз перзентімізге тапсырамыз, жіберіп отырамыз ғой. Міне сол дүние өзі ұрпағына сөйтіп жалғастырып кете береді екен. Бәріңізге рахмет. Енді Балтекең әрі кластасым, әрі жешемнің досы, жешем анам дейінші, анамның досы, бірге қызмет істегендер, ол жасқа қарамайды, өзінің еңбек жолынан білем. Міне сол бүгінгі еңбегі өте жақсы, әдемі тарихтан әдемі әңгіме келтірді. Ол әңгіме сіздерге емес, сіздердің балаларыңызға үлгі болады деп ойлаймын. Міне сол сіздердің балаларыңызға осы анамыздың жолына, Тұрғанбай көкемнің жолын, Қалқай көкемнің жолын, мына жақта келген кісілердің, мына Балтабектің басқан ізін басса, сіздер біздің Қазақстанымыздың, анам айтпақшы, көрге етіні шүбәсіз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді мына жерде Балтекеңе бір шабан жапқымыз кеп тұр. Балтеке, келін, өзің бауырыңа. Одан соң Қалқай көке, жаным, енді әрине зет найза бойламас дейді, бәріңізге де беруге болады ғой, бірақ бұл жерде жаңағыдай айып өтпейсіздер, енді осы ерекше орны бар. Одан кейін бізде жиеннен туған жиеншар бар, пірім. Енді ол
Жиеннен кейін сонда да арамыз үзілген жоқ. Пірім деген жиен шарымыз бар. Бауырдай болып кетті. Бердіңдер ме? Иә, енді осы зет найза ойламас дейді. Келген енді тағы да мынандай нәрсе бар, не тарап жатыр деп жатқан шығарсыз әйелдерге. Ол қазақша атын ұмытып қалдым. Әйел адамның ыдысқа қанша дегенмен зияны тиді ғой, сындырады, өйтеді, бүйтеді деген сияқты. Сол жаңағы осы мысалы ине таратады ғой, неге таратады? Өткен әйелдің инеге, жіпке әйтеуір несі тиеді ғой. Жоғатады немесе өйтеді. Міне сонда жаңағы сол сауап болсын деп ине таратады. Жыртысын неге таратады? Ол жаңа матаға кеткен зиянын осы халыққа тарату арқылы сауабын жинайды. Міне сол кесе бар, тамақ бар, ырым болсын деп, әйтеуір балаларыңызға жасын берсін деп, кішкене компетент бар салдық. Сол сауапты ісіміз сіздерге де бізге де болсын. Рахмет, айып етпеңіздер, көп сөйлеп қойдым. Шын жүрегімнен тілегімді қабыл алыңыздар. Рахмет, Нағима, өте жүрек жар тілек, дұрыс. Жеңгесінде көріп, әжесінің тәрбиесінде болған ғой. Бүгін анасын мойындаған жақсы. Ол кісінің де сіздің тілегің өнің жетіп жатқан шығар. Құрметті қонақтар, бір минутте мына бүгінгі апамыздың Лешкүл апайдың жылдығасын қорытындағым бар. Құда қаласа, бірінші қазан күні ауылда үлкен іс-шара өткен. Отан соғысының 80 жылында соғыс аттан кісілер монумент ашылған. Сол жерде құда қаласа, алдағы күнде тыл еңбеккерлерінде тізімі болса деген ұсыныс пікір айтты. Құда қаласа, Лешкүл апайдың келер күнде сол жерден есімін көрерміз. Одан кейін мына ұл қыздарына, немерелеріне менің аманатым бар. Құда қаласа, апайдың еңбек жолы, өмір жолы туралы естелік кітап шықса. Ал енді мына балықшы халқының тұрғындарына үлкен кішісі. Құда қаласа, осы ауылда Жүрсінбек ағамыздың, Жақсымбет ағамыздың, Сәдуақатым ағамыздың атында көшелер бар. Ал енді құда қаласа жаңа түскен елді мекен өсіп жатыр. Халық қолдап, ол енді заңдылығы бар, 5 жыл деген. Бір уақыттарда осы кісінің атына көше берілсе, сол көшенің бойына апайдың суреті мен өмір тарихы жазылса, ұрпақ келешекте Лешкүл апай сияқты еңбек сүйеміз, жүзсіз жасаймыз деп тілек не қылса. Жақсы, барлықтарыңыз рахмет, шапық бата сұра, имамдарға не керек. Ал, рахмет, кешірім өтінем артық кетсем. Аумин. Amin. Pasa bir. Amin kızım. Amin. Жаратқан иеміз құдірет, иманымызды кәмілет, тілегімізді қабілет. Қазыналы жеріміз болсын, күшті дамыған еліміз болсын, имандылық ұранымыз болсын, әрдайым дәретіміз болсын. Пайғамбарға салават айту әдетіміз болсын. Имандылық қанымызда болсын, қыдырымыз жанымызда болсын, Кәусар бұлағымыз болсын. Еліміз тоқ болсын, уайым қайғымыз жоқ болсын. Зекетіміз қайырлы болсын, пейіштен жайымыз болсын. Дінімізді қолдайық, тілімізді қолдайық, жерімізді қорғайық, елімізді қорғайық, ел басыларын қолдайық. Раббым Алла, бүгін арнайы жайылған Лешкүл апаға арналған жылдығаста айтылған жақсы тілектер, оқылған құрандар, осы шаңырақтан ілгері кейінгі өткен ата-бабалардың әруақтарына, Лешкүл апаның рухына тие берсін. Алладан рахмет, пайғамбардан шафағат болып, үйдегі, түздегі жүрген немере шөбере ұрпақтарына Алла баянды өмір берсін, деннің саулығын берсін. Имандылығын арту, рухани байлықтарын молайта берсін. Раббым Алла әр уақытта сіздерді қолдап жүрсін. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Аллаху акбар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. الله سبحانه وتعالى өзіңе сан шүкірлі тобалар, мақталар, мадақтар болсын. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи салам әулеттеріне, сахабалар сауаптан сәлем болсын. Аллах өзінің фазымен жарылқап Құранта хасыл болған сауаптарды, берілген садақалардың сауаптарын, айтылған әмір мағруптардың сауаптарын, айтылған дуа тілектердің сауаптарын, لا إله إلا الله محمد رسول الله деп өткен момын мұсылмандарына және Мұхаммад үмбеттері қалқай олы қожам құлдың рухына, қалқайдың ұлы ешім беттің рухына, қалқай олы кенжебайдың рухына, Зия қызы Тәлімкүлдің, Тұран қызы Әшіркүлдің, Мәмбеттің ұлы Таңаттың, қожам құл ұлы Әлімбектің, қожам құл ұлы Мәлібектің, қожам құлдың ұлы Әлібектің, Ешімбеттің ұлы Бердібектің, Кенжебай ұлы Елеместің, Иманбайдың қызы Лескілапаның, Қаттайбектің қызы Түймекүлдің, Керімбайдың қызы Тұрсынайдың, Жүнісбектің ұлы Қаныбектің, Әлімбектің ұлы Нұрпейістің, Әлімбектің ұлы Елепестің, Хасан қызы Нағиманың, Дұрызбайдың қызы Бибіштің, Мәлібектің қызы Зүлпанның, Қабылбектің ұлы Болатбектің, Ормасарының қызы Айшаның, Ақбайдың қызы Жүрсінкүлдің рухына нәсіп қылып қабылайла. Рахымды сабал әзілеттерін аттырғайсының күнәлар болса кешіп жарылқап. Оған Құрамын қабірлін нұрландырғайсын, қабірлерінің кен қайсы рухтарын шат-шатымен әткесін Аллах. Неден істеген жақсы амалдарымен қабірінде иманмен серік болып жайлан жәннат еткесін Аллах. Қабірлен жәннат бақшылығын бір бақша еткесін Аллахым. Жеткізші өзің жеткізгесін Аллах. Артына қалғандарға қамқор болғайсың. Жалғандың сақтан сүрінбетін әсеткесін арқасын жақсытуға да жасырмалды болып. Әрбір сәрет қимылдарында берекелерін әсеткесін Аллах. Екінде де жүздерін жарқылғайсың Аллах. Аллах өзің сенамыз жаһаннам азабынан, өмірдің өлімін сынағынан өзің ғана сенамыз Аллах. Аллах өз жарқаптыр есірге кейсің. Алхамдулилlah аля күл хэн файнах мхау вал ахвал. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك شكرك حسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر العظيم وأتوب إليه. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.